Баршаңызға сәлем, каналымның құрметті көрермендері. Сіздермен Динара. Бүгін мен сіздермен нәзік және жұмсақ вафли рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін керек ингредиенттер: жұмыртқа, қант, ұн, сұйық май, қаймақ және қопсытқыш. Жұмыртқаны терең ыдысқа жарып, қант қосамын. Қант ерігенше араластырамыз. Қоспаға күнбағыс майы, қаймақ, ұн, қопсытқыш қосып, бәрін жақсылап араластырамын. Ингредиенттердің пропорцияларын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Қопсытқышты осылай ұнның бетіне қосып, бәрін жақсылап араластырамын. Масса қажетті қалыңдықта болу үшін ұнды аз-аздан қосамын. Сізге аз немесе көп ұн қажет болуы мүмкін. Ол ұнға байланысты. Қамыр біртекті, консистенция орташа болу керек. Масса осындай қалыпта болу керек. Вафельница жақсы қызған кезде майлап, ортасына бір ас қасық қамырды құямын. Вафлиді қызарғанша пісірдім. Пісіруге шамамен 2 минуттай уақыт кетті. Вафлиді осы пішінде пісірдім. Әр вафельница әр түрлі болады, сондықтан құрылғыңыздың нақты пісіру уақытын тек тәжірибе жүзінде анықтауға болады. Мінекей вафли дайын, нәзік және жұмсақ болып шықты. Осы рецепт бойынша отбасыңызға дайындап ұсынып көріңіздер. Сіздерге видео және рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.